Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және өте жұмсақ үлпілдек болып шығатын үй жағдайында дәл осындай пирожкилерімізді сіздермен бірге пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ол үшін қажетті заттар: ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз да, оның үстінен жылы сүтімізді салып, тұз және 2 ас қасық қантымызды салып аламыз да, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте біз еріген сармайымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті заттардың өлшемін астында описание бөлімінде жазып қалдырдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді біз осының үстінен қажетті ұнымызды салып, барлығын жақсылап, жұмсақ қамыр етіп илеп шығатын боламыз. Міне біз жұмсақ қамырымызды илеп алдық. Енді осының үстінен кішкене қолымызбен сұйық майды бетіне жағып аламыз да, бетін жауып, ыстық жерге жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді біз пирожкиміздің арасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Сол үшін картоптарымызды жуып, шайып, тазалап аламыз да, осылай бөліктерге бөліп, таза ыдысымызға салып, қайнатып аламыз. Жақсылап қайнап пісіп шыққаннан кейін картоптарымыздың үстінен тұз және бұрышымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз дәл осылай көтеріліп шығатын болады. Қамырымызды алып аламыз да, теңдей бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша қамырларымызды теңдей үлкен немесе кіші бөліктерге осылай бөліп шығатын боласыздар. Бөліп алғаннан кейін әрқайсысы бөлігін осылай домалақтап қоятын боламыз. Осы домалақтап қойған бөліктеріміздің барлығын бетін жауып, кішкене 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің қамырларымыз ісініп әдемі болып көтеріліп шығады. Енді біз пирожкилерімізді түюге кірісеміз. Ол үшін бір қамырымызды осылай аламыз да, қолдың көмегімен жан-жағына жеткізе отыра осылай жайып шығамыз да, ішіне салмамызды салып, шетінен бастап ортасына қарай осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп, еш жері ашылмайтындай етіп түйіп шығатын боламыз. Міне сіздерге түсінікті болу үшін екінші пирожкиінде жасап көрсеттім. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Сол кезде пирожкилеріңіз әдемі болып көтеріліп, ісіп шығатын болады. Пирожкилерімізді дәл осылай түйіп алғаннан кейін де жаңағыдай бетін жауып қойып, кішкене 10-15 минутқа қойып қойсақ, сол кезде әдемі болып ісінеді. Енді біз табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз да, қызып болғаннан кейін пирожкилерімізді алып, біртіндеп сала отыра, осылай екі жағында қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің өте дәмді және өте жұмсақ болып шығатын пирожкилеріміз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де менің осы видеом сізге ұнаған болса, каналыма жазылып, соның қасында тұрған колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларды алғашқы болып көретін боласыздар.